Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен карамельді алманың рецептімен бөлісемін. Жасалу өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Карамельді алма дайындау үшін бізге ең алдымен алма, қант, су, лимон қышқылы немесе уксус және осындай шпажкалар қажет болады. Ең алдымен алманы бұтақтарынан ажыратып, жақсылап жуып аламыз. Кез келген алманы пайдалана берсеңіздер болады. Ең басы еш жері бұзылмаған болу қажет. Көк түсінде пайдалана берсеңіздер болады. Мен қызыл түсін пайдаландым. Алмаларды дайындап болғаннан кейін шпажканың көмегімен центрінен ортасына дейін бекітіп шығамыз. Сол кезде алмаларыңыз құлап кетпейтін болады. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Бұл рецепт 6 алмаға есептелінген. Алмаларды дайындап болғаннан кейін табаға қантты, суды және лимон қышқылын қосып жақсылап араластырып, орташа отта қайнатамыз. Видеоға лимон қышқылының салынған видеосы түспей қалыпты. Бірақ міндетті түрде лимон қышқылын салу керек, әйтпесе сіздерде карамель шықпай қалады. Лимон қышқылын уксуспен немесе лимон шырынымен алмастырсаңыз болады. Орташа температурада 150-160 градусқа дейін қайнатамыз. Осындай посыпкалармен әсемдесеңіздер де болады, бірақ бұл міндетті емес. Егер де осындай термометрларыңыз болатын болса, осындай термометрдің көмегімен карамельдің температурасын өлшесеңіздер болады. 160 градусқа жеткенде отты өшіріп карамельді пайдалана береміз. Ал егер термометр болмайтын болса, онда мен сіздерге қазір оңай жолын көрсететін боламын. Және осы аралықта қызыл түсті гелевый бояғышты пайдаландым. Бір тамшысын тамызып, жақсылап араластырып, ары қарай қайната береміз. Жалпы кез келген бояғышты пайдалана берсеңіздер болады. Карамельдің дайын болғандығын тексерудің ең оңай жолы дәл осындай салқын суға карамельдің 3-4 тамшысын құямыз. Сол кезде карамель қатып қалу қажет. Байқасаңыздар, менде карамель қатқан жоқ. Демек, карамель әлі дайын болған жоқ. Тағы да 5 минут шамасында қайнатамыз. 5 минуттан кейін тағы да байқап тексеріп көреміз. Салқын суға 3-4 тамшысын құямыз. Сол кезде карамель бірден қатып қалу қажет. Менде карамель қатып қалды. Қазір жақынырақ көрсететін боламын. Дәл осылай қатып қалу қажет. Демек, карамель дайын болды. Карамельді пайдалана береміз. Содан кейін алманы карамельге видеодағыдай аунатып шығамыз. Аунатып болғаннан кейін артық карамельді осылай сырғытамыз. Сырғытып болғаннан кейін өзінің осімен айналдырамыз. Сол кезде карамель біркелкі жағылатын болады. Қалауларыңыз бойынша кез келген посыпканы пайдалансаңыздар болады, немесе қолданбасаңыздар да болады. Бұл тек әсемдік қана үшін. Пергамент қағаздың үстіне немесе осындай жабыспайтын силиконды ковриктің үстіне қойсаңыздар болады. Сол кезде карамель оңай алынатын болады. Карамельді ыстықтай пайдаланатын болсаңыздар, алмаларыңызға жұқа қабатты болып жағылады. Ал егер қалың қабатты болып жағылғанын қалайтын болсаңыздар, онда карамельді сәл суытып алсаңыздар, қалың болып жағылатын болады. Барлық алмаларды осылай аунатып шығамыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.